Бүгінгі күн өте ауыр күн болып отыр. Осындай суық хабар келіп, Әбдіразақ Құсайынов қайтыс болды дегенде бәріміздің көзімізден жас тиылмай отыр. Әрине, Әбдіразақ Құсайынов ерекше адам еді. Өте ақ көңіл, ақ жарқын, ұйымдастыру жұмыстарына деген белсене қатысатын, күні-түні өзін аямастан, қандай қиыншылық болса да, қандай оңай болса да, бәрімен өзі төніп, бәрін ұйымдастырып, осындай үлкен шаралар жасап жүрді. Әбдіразақ Құсайынов мәңгі есімізде қалады, себебі кейінгі жұмысының өзі Алжир музейін ұйымдастырғанда ештеңе жоқ болатын, бәрін өзі ұйымдастырып, жан-жақтан материалдар жинап, бәрін әкеліп, осындай үлкен шаралар жасаған еді. Енді балаларына, қалғандарына ғұмыр берсін, жолдасына бәріне жақсылығын берсін. Әбдіразақ Құсайыновның жатқан жері жарық болсын, топырағы торқалы болсын. Әрқашанда есімізден кетпейді, әрқашанда біздің есімізде болады, әрқашанда дұғамда болады. С Апризой Хусаиновной, первым директором музея «Алжир», мы вместе начинали работать. Априза Хусаиновна – человек с идеями, требовательная к работе, внимательная к сотрудникам, всегда заботилась о нас, интересовалась нашими проблемами, создавала атмосферу для работы, давала направление, быстро находила выход из любой сложной ситуации. Априза Хусаиновна навсегда останется в нашей памяти.